Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге қамырды морозильникте сақтау жолын үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап отырыңыз. Алдымен бізге осындай 200 грамм салқын су керек, және S1 категориялы 2 жұмыртқа керек, және бір ас қасық сұйық май, тұз керек. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, майымызды құйып, тұзымызды салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді бізге ұн керек. Ұнды 650 грамм немесе 700 граммдай қылып, түрде жоғары сұрыпты ұн болу керек. Себебі морозильникте сақтағанға өте қажет. Осылай ұнымыздың арасын ашып алып, сұйықтығымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Басында қамырдың басы бірікпеуі мүмкін. Сонда да оны қолдың көмегімен жақсылап елесеңіздер, қамырларыңыз өте әдемі болып шығады. Қатты болып қалды деп қорықпаңыздар. Себебі өзі құрамы осындай болу керек. Міне жерге алып 2 қолдың көмегімен жақсылап елесеңіздер, өз қалпына келіп, басы бірігіп, қамыр әдемі болып шығады. Мінекей менің қамырымның басы бірікті. Осылай видеодағыдай елеп аласыздар. Қамырымыз дайын. 1 киладай, яғни 900 граммдай қамыр шықты. Оның ортасынан бөліп, екеуінде зуалай етіп елеп, пакетке салып қоямыз. Жарты сағат уақыт тұру керек. Міне жарты сағаттан кейін қамыр осындай болады. Оны тағы да бір рет елеп, тағы жарты сағатқа қойып қоясыздар. Сол кезде қамырдың июі қанып, керемет жайылатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Міне қамырымыз дайын. Енді біз жаюға дайындаймыз. Алдымен бетіне аздап ұн шашып аламыз. Осылай шет-шеттерін басып, формасын дөңгелек етіп келтіріп аламыз. Себебі қисық жайылып қалмау үшін. Міндетті түрде осылай бастаңыздар бірінші. Және видеоның соңына дейін қарап отырыңыз. Мен сізге қамырды жаюдың басқаша тәсілінде көрсеткім келіп отыр. Тез уақытта бола қоясыздар. Осылай дөңгелекше етіп жайып аламыз. Ұнды көп қажет етпейді қамырымыз. Ал бұл қамырды мантыға, пельменге, нан салмаға және ет асқан кезде қолдансаңыздар өте әдемі шығады. Морозильниктен жарты сағат бұрын алып қоясыздар. Содан кейін өз қалпына келеді. Ал морозильникте 2 аптаға дейін сақтауға болады. Менің ақпараттарым, менің видеом пайдалы болып жатса, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Мінекей осындай тәсілді айтқым келді сіздерге. Осылай жасап көрсеңіздер, қамырыңыз тез болады және шеті қалың болмайды. Осылай жайып көріңіздер. Арасына бірақ ол кезде көбірек ұн шашу керек, себебі жабысып қалуы мүмкін және көлемді болып шығады. Осылай ашып алып, тағы да жайсаңыздар, тез арада ғана жайылып бітеді. Осылай дөңгелек болып шығады. Қамырымыз өте әдемі болып жайылады және тез уақытта ғана дайын бола қалады. Алдын ала жасап қойсаңыздар, ертең қонақ күткен кезде алдарыңыздан шығып тұрады. Міне қамырымыз уже қалпына келіп қалды, өте үлкен болып жайылып жатыр. Егер қамырдың көп болғанын қаламасаңыздар, мөлшерін азайтып, солай жасай берсеңіздер болады. Ал егер қамырды 2 есе көбірек қылғыларыңыз келсе, мөлшерді 2 есе көбірек қыласыздар. Міне тұмар қамырымыз дайын, жыртылмайды, өте әдемі болады және суға салғанда езілмейді. Бізге осындай пакет керек. Бұл пакетті базардан киім сататын чехолды алсаңыздар болады. Киімді салып қоятын. Оны ортасынан бөліп, осылай бетіне ұн шашып, қамырымызды салып аламыз. 2 шеті осындай үлкен болады. Видеода шамалы көрінбей қалыпты. Алдымен осылай 2 шетін бүктеп аламыз. Қамырдың бетіне де аздап ұн шашып, осылай барлығын киімді бүктегендей етіп, түзу етіп қайтарып шығамыз. Мұқият қарап алыңыздар. Ауа кірмеу керек, себебі ауа кірсе қамырымыз ылғалданып қалуы мүмкін. Осылай бір-біріне беттестіріп жақсылап жауып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Морозильниктің тегіс жеріне қоюымыз керек. Және 2 аптаға дейін тұрады. Естеріңізде болсын, 2 аптаға дейін тамаққа қолданыңыздар. Ал сәттілік барлықтарыңызға, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай.